Бұл көлікті қазіргі жастар түсіне ме дейсің ғой да. В общем, бізде қазір Жигули ғой, семерка автокөлігі. Так, бұл көлікте бізде проблема қандай? Вентилятор қосылмайды дейді. Вентилятор, яғни система охлаждения қызып кетеді машина. Қараймыз, бізде 2011 жылғы инжектор. Так, тексерудің ең оңай жолы қалай? Кілтті от алдырамыз. Кілті бар ма? Датчик температураны шешеміз. Вентилятордың релесін тауып аламыз мына мінекей қалып тұр. Вентилятор 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Міне болды, шешеміз. Қалай. Қараймыз. Питаниесін қараймыз. Плюсовой бар. Вентилятор жақтан бар. После нагрузки. Плюс бар. Мына жақта компьютерден керу керек, минус керу керек. Компьютерден бұл жерде минус келмей тұр еткен. Болды, түндірер. Яғни, демек бізде проблема қайда? Компьютер минус жібермеу мүмкін, управлением болмаса жіберіп, мына жаққа релесіне жетпеу мүмкін. Сондықтан қалай істейміз қазір? Компьютерді аламыз, болмаса орта жолда қараймыз. Так, енді жігіттер не істейміз? Компьютерден шығатын релеге управление баратын проводқа қараймыз. Қарап тұрмын қазір схема бойынша қара, қызыл. Және сканматик бойынша вентиляторды мен қосам. Яғни не деймін? Компьютерге айтам, вентиляторды қос деп айтам, мінекей. Сол кезде компьютер минус шығарды. Минусты қайда шығарды? Релеге шығарды. Мен сөндір деп айтам. Сөндірді. Яғни компьютер жұмыс істеп тұр, өзінің қызметін атқарып тұр. Бұл жерде шығып жатқан минусымыз қайда жетпейді? Вентилятордың релесіне жетпейді деген сөз. Сондықтан проблема қайда? Проблема бізде блокпредтің ішінде. Так, сонымен жігіттер, бізде компьютерден шыққан сигналный провод блокқа дейін кіреді, біраққа релеге дейін шықпайтын болды. Қазір біз блокты ашып, ішіне ремонттадық. Енді қазір тексереміз мінекей. Вентилятор охлаждения жидкостей, включите, басамыз. Өшіреміз. Демек бізде вентилятордың тоғы цепі сау. Енді көлікті қыздырып, вентилятор қосылатын, қосылмайтынын тексереміз.